Витамин Аны егер көп қабылдасақ не болады? Мынау біздегі витамин Аны біз көпшілігіміз іше бермейміз. Дегенмен кейбір кісілерде бізде неше түрлі баттардан алып ішу арқылы, біреудің рекомендациясы арқылы, немесе сол өнім көп шығатын өнімді жиі пайдалану, яғни көкөністерді көбірек қолдану, витамин Аның бөлігінде көп болатын бізде ет өнімдерін көбірек қабылдау арқылы жиі асқынулар болады. Ең біріншісі бұл бауыр отказ береді. Ең бірінші. Неге? Себебі бұның сіңбейтін кездері болады. Егер сіз витамин А мен бірге ішетін болсаңыз, немесе басқа да витаминдерді подряд Д-ны бірге ішесіз, кальцийді бірге ішесіз, цинкті бірге ішесіз, онда бізде мынаның сіңімділігі төмендейді. Яғни бұл дұрыс сіңбеуге әкеледі. Сонымен қатар бұл жерде бауырдың зақымы болады. Екіншіден бізде бүйректің зақымын алып келесіз. Көбінесе бізде жиі болатын бұл ең ауыр кезең бұл жүрек. Жүректе не болады? Жүректе көбінесе бізде болатын дүние бұл порог сердца немесе инсульт. Бірден жүрегі тоқтап қалыпты деген дүниелерді естиміз. Себебі жүректегі